бір күні сол күздің күні сол қыркүйек айдың шау сол темекі шегіп келе жатқан мен сабаққа келе жатқан темекі қарап темекі тартып келе жатырмын біреу әй деп айғай салды басып көтерсем аса екен баяғы өзінің позысы бұтының арасына таяғын қойып бүйтіп ұстап тұр екен бері кел деді маған ассалаумағалейкум деді жоқ мұғаліммін ассалаумағалейкум деді екеуінің арасында сөз қыз сөйтіп едім сен сәлемді қоя тұр деді аяғының астына қарашы деді мен бірдеңені түсіп қалған екен деп жандағы қараймын ештеңе бар қалқама қойсам түсіретін ештеңем жоқ жанына қарап бетіне қарадым не көрдің деді зіркілдеп сөйлейді жер көрдім деді цемент көрдім дейді мен өзі кейде көк ми деп сөйлейтіні бар әй көк ми қайдағы жер деді қайда тұрсың өзің деді мен жердің үстінде тұрмын жер басып тұрмын жер емес асфальт көк ми енді асфальт шығар енді қарап тұрып осы былай саған қарасам бір бойласы мықты жігіт секілді көрінесің ал енді осы мына табанның астына асфальтты көр де бетіңді қарашы бетіңді көрші барып қой қап қара дала көз асфальт та емес сенің бетіңде сол түбіңе жеткен осы қу түтін ғой неге қоймайсың сол кезде айтқан екен азат міне үндегенім жоқ сөйтіп едім сен білесің бе өзің не тартып жүргеніңді білемін не тартып жүрсің сигарет тартып жүрмін сигарет емес көк ми перғауынның боғын тартып жүрсің оған кейін темекі ғой аға дедім сен тыңдап ал алдымен сөзді бөлме баяғыда бір перғауын патша болған екен сол жал салыпты бүткіл еліне мен бітеумін деп мен түзге шықпаймын дәретке бармаймын бітеумін содан қасса қырық уәзір ақылдасып бұл кісі қалай бітеу болады бітеу адам болмайды қой бұл кісіні біз тексерейік дейді ғой қалай тексереміз аңға алып шығайық алдап сулап сол ұзатып әкете береміз өзі уақыты келгенде дәрет қысады ғой енді неше күн әулие болса да соны аңға алып шығып тағы қырық уәзір жан жақтан әке көке деп алып шығады ғой енді ерітеді ғой сөзді соны алып аң қуып баяғы жүреді бір уақытта перғауын бір қабақ келген аттан түсіп алып қабаққа отыра қалыпты дәрет қысып дәрет қысып содан кейін уәзір көріп қойып бір екі шауып келіп ақсақал неғып отырсыз жай отырып мынау бұтым терлеген соң соны желдетіп отырып кептір тұрыңызшы неге тұрамын мен желдетіп отырмын әлі отыра тұру керек жоқ ақсақал тұрыңызшы соның ішіне кәлимаға тілін келтіріп құдай мені шын өзіңнің пәнден қылып жаратқан рас болса құтқар мені мына бәледен деп құдайға тілегімді бер деп мінәжат айтып жылапты іштей тілегімді бере көр деп соны болмай екі уәзір екі жағынан келіп көтеріп алса есекті құлағына бір жапырақ тұр дейді желпілдеп өсіп тұр желпілдеп соны кісі қарап ал қане сендер ғой оңбаған мен ана бәле бар деп айтқансыңдар ғой міне желдетіп шықтым ана кейін құтырады сол
Алла тағала соны темекі қылып берген екен. Сол жапырақты. Сол жапырақты. Ана кісінің, бірақ ана кісі перғауынның нәжісі. Бірақ оны Алла тағала оны жапыраққа айналдырды. Бұл перғауын шынында да бір мықты әулие адам екен. Соны алып кетеді олар. Алып кетіп, ананы апарып, кептіріп, жаңа не қылып, дереу ауыздарын апарып, иіскеп ананы жаңағыда темекі қылып. Насыбай олатады. Насыбай олатады. Содан темекі үйір болып кеткен жұрт. Ал сен шындығында перғауынның боғын тарттысың деді маған.